Құдай-ау, не дей алам қайнағама, жауап берсем көңілің жайлана ма? Ол рас қарындасыңыздың еңбегі бар, жүрсем егер сахна мен тойда дара. Жасымнан өлең жаттап ат ойнадым, аламанға кіргенде ат ойладым. Қарындасыңның еңбегі бар ғой, бірақ мен айтыскер қылған мына апайларым. Ұрыс егер өз балам деп біреу қолды, жаңылмайтын біздерде жігер болды. Мақсат келмей қалды деп қам жемеңдер, басқа қалар осында тіреу болды. Аман жолмен мақсаттай ағам отыр, ондай аға мынау елде біреу болды. 300-ге 3 ақының шығып еді, мен шығып 4-еуіне түгел болды. Мені сыйлап кеп тұрған ағаларға ұрыңдар, талпын бас, бір талмастан түгел болды. Ақындар кеп еліңе шеп қойғасын, бауырыңа тай атадым деп қойғасын. Ол тайды еще барып іздеу керек. Тапқан соң Нұрмұхаммед нақты ойласын. Ол тайды беремін деп жүргеніңде, адасқан тайды қасқыр жеп қоймасын. Қарасам дүниенің жалғанына, ақын болу талайдың арманы да. Әлихан мектебінен түлеп ұштым, себепкер сендерсіңдер самғауыма. Түлеткен балапаның міне бүгін қыран боп келіп отыр алдарыңа. Сендерге жақсы өлеңді арнай кетем, ақындар қия көкке самғайды екен. Менің елімде бәрқашан мақтанамын, концерт қойсам кешімнен қалмайды екен. Сөз қадірі өз қадірім деп түсініп алдына ақын келсе қолдайды екен. Ал кәнекей көрейін бір тексеріп, шынымен менің елім сондай мекен. Кешегі асылдардың сынығындай, болмайды мына кеште жұрығымбай. Алланың қалауымен ақын болдым, кешегі жақсылардың жұғынындай. Кеп отқан ағаларға мың рахмет, жыр айтқан мөлдір көлдің тұнығындай. Мен іздесеңіздер осы жақтан табасыздар, жүрген жандар асылдың сынығындай. Ағалармен айтысқан жарты сағат, жаманның өтіп кеткен ғұмырындай. Белдері қазағым деп бекіп жүрген, өзге ұлттар көп, қазақ деп көкіп жүрген. Мен өзімнің мектебіммен мақтанамын, акиматтан артық еңбек етіп жүрген. Әрқашан қазақтықты қолдаған ғой, ақ сәлемін ақындар жолдаған ғой. Өткенде ғана наурыз тойлап өтті, ондай наурыз қалада да болмаған ғой.
еңбекті айту керек рас адамдар. Еңбекпен тастанмышын қашағандар, аман жолмен мақсатпен мұраттарым, сыйлауға тұратындай рас ағам бар. Әлем чемпионы боп келгенде екі қызың, елпілдеп күтіп алған осы адамдар. Сіздерге арнап келген жырымыз бар және де сырымыз бар. Қос бірдей алтын қыздың әкесі отыр, құрметтеп бір қошемет қылыңыздар. Алтын қыздың әкесі бар болсаңыз, құрметтейік, орныңыздан тұрыңыздар. Жүрегім жыр дегенде жалым болсын, өзіңізге арнаған әнім болсын. Ағаларым ақ тілек айтып жатыр, айтқанының барлығы қабыл болсын. Қос қызыңыз алтын әкеп қуантыпты, маған да сол алтынның жолын берсін. Сөйлеткен тілмен жақты көмей мекен, демеңдер бұл балаңыз өгей мекен. Бұл ағамыз байқасам сақалды екен, ол үшін балаң уайым жемейді екен. Қыздары қос алтынды әкеп берді, осыны отырған жұрт елей мекен. Ендеше сақалдыны шақырайын, сақалды ағасыны не дейді екен?